Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілдеспек жоқ. Басқа ақпарат құралдары айтпағанды біз айтамыз. Назарбаевтың байлықтан әшекерлеген Тоқаевтың өзінен бүлік шықты. Ал Путин болса Совет одағын жандандырумен әлек. Бүгінгі шығарылымда Қасым-Жомарт Тоқаевтың жасырын миллиондармен Ресей мен Украинаның арасындағы соғыс туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ жалғастырмас бұрын осы шығарылымды және жалпы біздің каналды қолдап жүрген жақсы достарымыз пайдалы да тегін билеттердің бағасын салыстырып, ең арзанын сатып алуға көмектесетін Aviasales KZ сайтына мың алғыс. Көбіміз діттеген жерімізге жету қымбат болады деп ұшақпен бару нұсқасын қарастырмаймыз да. Қарастырған күннің өзінде бір әуе компанияның сайтынан ғана шолып өтуіңіз мүмкін. Елімізде 15-ке жуық әуе компаниясының барын ескерсек, оның бәрін жеке-жеке қарап салыстыру қажет болады. Бұл өте көп уақыт алады. Ал менің ұсынғым келіп отырған Aviasales компаниясы сіз үшін осы жұмысты бітіріп, ең арзан билетті тауып береді. Каналымыз қазақ тілді контентпен арзан бағаларды қолдап жүрген Aviasales сайтына рахметімізді айтып, шығарылымызды жалғастырайық. Қаңтар қырғынынан кейін Тоқаев жарқын сөздермен халықтың көңілінен шықты. Тұңғыш президент елбасының арқасында елімізде өте табысты компаниялар тобы мен халықаралық стандарттар бойынша да бай адамдар тобы пайда болды. Қазақстан халқына өзіне тиесілі дүниені беретін кез келді деп есептеймін дейді. Мына сөзінен кейін халық ішінде оның шынымен де Назарбаев жолымен жүрмейтініне сенгендер көп болды. Жаңа Қазақстан деген үндеуіне еріп, оның жақтастары артқандай көрінді. Десе де сенген Тоқаевтардың да шетелдік құпиялары бар екен. Бұл туралы власть ақпарат құралы былай жазады. Тоқаевтың отбасы 98 жылдан бері Еуропада сенімді сақталған құпия байлыққа иелік етіп келгені анықталды. Бұл кезеңде Қазақстан халқының жартысына жуығы кедейлік шегінде өмір сүрген еді. Кредит Суистің сыртқа шығып кеткен деректері бойынша 98 жыл Тоқаевтың сол кездегі әйелі Надежда мен 14 жастағы ұлы Тимурдың атына швейцариялық банкте есепшот ашылғанын көрсетеді. Ол кезде Тимур Женевадағы қымбат мектеп-интернатта оқып жүрген. Ал енді әріптестеріміздің материалдарына сүйеніп, мұның бәрін тарқатып айтып берейін. Швейцарияның Credit Suisse деген банкінде деректер тарап кетті. Оның ішінде 18 мың шот туралы ақпарат болған. Кейін әр елдің журналистері бірігіп, ондағы саясаткерлер мен өзге де маңызды тұлғалардың дерегін тексеріп шыққан. Оның ішінде Тоқаевтың байлығы туралы да ақпарат бар. Сыртқа шығып кеткен дерекке сәйкес есепшоттағы ең көп көрсеткіш 2005 жыл байқалған. Ол кезде шотта 1,5 миллион Швейцария франкі, шамамен 1 миллион доллар болған. Офшор жұмысын реттейтін фирманың құжаттары, корпоративтік құжаттар мен жылжымайтын мүлік реестріндегі деректердің бәрі отбасының кейінгі жылдарда Қазақстаннан тысқары жерлерде қомақты байлық жинауды жалғастырған көрсетеді. 12 жыл банктегі есепшот жабылғаннан кейін Тоқаевтар Швейцарияда жеке шоттары бар Британ Виргин аралдарында офшорлық компаниялар ашқан. Және 14 жыл бір сәтте 5 миллион доллар активі болған. Бұған қоса Тоқаевтар отбасы Мәскеу мен Женевада құны кем дегенде 7,5 миллион доллар болатын мүлікті иеленген. Ал ол жылдар Тоқаев жоғарғы мемлекеттік лауазымды қызмет атқарды. Айтып атқанда сыртқы істер министрі, премьер-министр және сенат спикері болды. Тоқаевтың да, әйелінің де кәсібі немесе басқа байлық көзі болған жоқ. Тек олардың ұлы Тимурдың нақты бизнеске қатысы болған. Жақында белгілі болғандай, Тоқаевтың ұлы Тимур Женевадағы ең қымбат мектеп-интернатының бірі колледж Дулеманда оқыған. Сондай-ақ Женевада филиалы бар ақш-та тіркелген Webster University дипломын алған. Тоқаевтар Женева мен оның маңайынан жылжымайтын мүліктерде сатып алған. Оның бәрі Тимурдың атында. Женевадағы пәтер Версуа муниципалитетінде терезесінен көл көрінетін таунхаус және Сент-Перкс ауылындағы таунхауста тағы бір пәтер. Тимур мен анасының Мәскеуде бірнеше пәтер болған. Десе де Ресей үкіметі олар туралы жылжымайтын мүлік реестріндегі барлық жазбаны өшіріп тастаған. Ал Мәскеуде қалған жылжымайтын мүліктің қатарында Fusion Park элиталық тұрғын үй кешенінде үлкен пәтер және Кремльден 2 шақырым жерде орналасқан тағы да бір үлкен 2 қабатты пәтері бар. Тоқаев қаланың солтүстік шығысында орналасқан 3-ші пәтерде тіркелген. Бұл жаңалықты шығара сала нұрботтардың жолын жалғап, Тоқаев боттар қаптап кетті. Ол бұл ақпараттың өтірік екенін айтып, шырпыр болды. Жаңа Қазақстан деген осы болса керек.
Көрші елдердегі жағдай алаңдатпай қоймайды. Ресейдің Украинаға басқыншылық соғыс туралы барлығыңыз естіп көріп жүрген боларсыз. Бұл соғыстың біздің елімізге қандай әсері болуы мүмкін екенін айтпас бұрын оқиғаның хронологиясымен бөлісейін. Путин ресми түрде соғысты неге бастады? Оның айтуынша Украинадағы этникалық орыстарды босату керек, және бұл соғысқа Украинаның өзі кінәлі екенін айтты. Ресей президенті Путин Украина мен Ресей арасындағы қақтығысты реттеу үшін Киев Ресейдің Қырымды басып алғанын мойындап, НАТО құрамына кіруден бас тартуы тиіс деп мәлімдеді. Сонымен бірге Ресей Донецк және Луганск халық республикаларының шекараларын мойындағанын айтты. Бұл облыстардың басым бөлігі қазір Украина билігінің бақылауында. Ал 24 ақпанға қараған күні Путин мемлекеттік телеарналардан мәлімдеме жасап, Ресей армиясының Украина әскерімен соқтығысатынын хабарлады. Сол уақыттан бері бірер күн ғана өтсе де Украинадағы әскери жағдай жарияланып, соғыс басталды. 26 ақпан күнгі ақпарат бойынша 198 бейбіт тұрғын, оның ішінде 3 бала қаза болды. Мұның Украина денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Зеленский Путинді келіссөзге шақырып келеді. Ол бұл жолы Путинге былай дейді: Ресей президентіне тағы қайырылғым келеді. Украинаның бүкіл аумағында шайқастар жүріп жатыр. Қантөгіс тоқтату үшін келіссөз үстеліне отырайық. Сонымен Украинада қазір не болып жатыр? Негізгі деректер бойынша 24 ақпан таңға жуық Ресей президенті Владимир Путин Украинаны демилитаризациялаумен және арнайы әскер операциясын бастады. Украина президенті Владимир Зеленский болса, Украина аумағында әскери жағдай енгізді. Украина әуе кеңістігін жапты. Сонымен қатар шекараларды Беларусь әскерилерінде Ресей әскерлеріне көмектесіп жатқанын мәлімдеді. Бірақ Александр Лукашенко мұны жоққа шығарды. Киев Мәскеумен барлық дипломатиялық байланысты үзді. Ресей әскері Чернобыль АЭС-ін басып алды. 25 ақпан күні Киевтегі жарылыстардан басталды. Украина әуе қорғаныс жүйесі әскери дрондарды атып түсірген хабарлады. Бірінші күні соғыста 137 украин солдаты қаза болған. Жалпы Ресей Украинаға басып кіргелі бері 198 украин азаматы қаза болған. 3-еуі бала. 1115 адам жараланған. 33-і бала. Украина денсаулық сақтау министрлігі Виктор Ляшко осылай деп хабарлады. ақш Ресейдің ірі банктеріне санкция салды. Еуроодақ Ресейдің қаржы саласының 70%-на әсер ететін санкциялар пакетін мақұлдады. Киевтің тұрғыны Азаттыққа берген сұхбатында не болып жатқандығын баяндайды. Дәулет Бейсенбаев, Киев ұлты қазақ, Украина азаматы. Жан-жақтан тартпа бас салып жатыр. Украина оқ пен оттың арасында қалды. Елді солтүстіктен, шығыстан, оңтүстіктен шабуылдап жатыр. Оккупант әскері инфрақұрылымдарды жоюға кірісті. Таңертең Киевтің іргесіндегі Броврада орналасқан әскери бөлімге шабуыл жасалды. Ресей зымырандары Украинаның орталығына дейін жетіп жатыр. Ресейдің басты кіретініне моральдық тұрғыда дайын болдық. Ең қажет деген заттарды бір сөмкеге салып қойдым. Ішінде алғашқы 3-4 күнге жететін дүниелер бар. Енді тек әскери комиссияға барып, қолыма қару алып, жіберген жағына бет түзеп, инфрақұрылым нысандарын күзету ғана қалды. Елде жаппай мобилизация басталды. 65 жасқа дейінгі азаматтардың бәрін әскерге шақырып жатыр. Өңірлік қорғаныс бригадалары құрылды. Енді не болар белгісіз десе де, бұл соғыста Қазақстанға да әсері болатыны сөзсіз. Қазақстан теңгесі құлдырап кетті. Кей айырбастау пункттерінде доллардың бағасы 470-тің үстіне шығып кетті. Кейін ұлттық банк теңге бағамын ұстап тұру үшін 104 миллион долларға интервенция жасады. Сондай-ақ Киевке ұшатын рейстер тоқтатылды. Қазақстанның бұл соғыстағы ұстанымы әлі де түсініксіз. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді былай деп жауап берді. Жағдай өте күрделі, шиеленісіп бара жатыр. Ал Қазақстан ұстанымы, ресми ұстанымы қазір талқылануда. Қазақстан мойындай ма бұл екі? Ондай сұрақ тұрған жоқ. Ең біріншіден біз халықаралық құқық негізінде және біріккен ұлттар ұйымының ұстанымы ретінде ұстанамыз. Ең біріншіден ОДКБ-ның ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы бар. Оған Қазақстан мемлекеті мүше мемлекет. Бірақ бұл ұйымның о жаққа әскери жіберуге құқығы жоқ. Украинадағы қазақ азаматтары мен дипломаттарды елге шығарып қарастырды. Біздің дипломаттарымыз әлі сол жақта, бірақ расында да әскери іс-қимылдар немесе соғыс басталып кетсе, оларды эвакуациялауға бізде жобамыз сондай бар. Соғыс басталған жағдайда Қазақстан позициясы қалай болады Ресей мен Украина арасында соғыс басталған жағдайда? Енді басты мен қазір ғана айттым ғой, ресми ұстанымымызды біз қазір
қабылдап жатырмыз. Оны мына жақын арада біздің ұлттық қауіпсіздік кеңесі өтеді, сонда қабылданатын болады. Саясаттанушы Досым Сатпаев болса Азаттық радиосына берген сұхбатында мынандай қызық ой айтты. Қаңтар оқиғасынан кейін Ресей ұқшыны маңызды геосаяси құрал ретінде көре бастады. Мәскеу Украинаға қатысты ойынында да әскери одақты пайдалануға тырысуы мүмкін. Ресей бұл жағдайда ұқшуыны араластырғысы келсе, Қазақстан билігі не дей алады? Қаңтарда Путин Тоқаевқа қолдау көрсетті. Енді Кремльдің алдында өтелмеген борышы бар. Сондықтан Қазақстан өзіне қатысы жоқ жанжалға араласып, халықаралық қауымдастық алдындағы беделінен біржола айырылуы мүмкін. Ұқшуға мүшелігіміз әлсіз тұсымыз болып отыр. Біздің арнаның позициясы түсінікті деп ойлаймыз. Біз кез келген соғысқа, бейбіт тұрғындардың қаза болуына қарсымыз. Украина халқын қолдаймыз. Бұл оқиғалар басталғалы бері Қазақстанда да Украина халқын қолдау акциялары өтіп келеді. 24 ақпанда Ресей бас консулдығының алдында Оян Қазақстан қозғалысының 4 белсендісі қарсылық акциясын бастады. Олар соғыс құрсын, Украина Ресей емес, Украинадан қолыңды тарт деп айқайлады. Кейін оларды полиция ұстап әкетті. Еліміздің астанасында пикет өткізбек болған бір топ азамат ұсталды. Оған қоса 25 ақпанда Украинаның Астанадағы елшілігі алдында кемінде 20 студент жиналып, Украина азаматтарына қолдау білдірді. Олар Ресейдің көрші елге агрессиясын айыптап, соғысты доғаруды талап етті. Алматыда 26 ақпан күні ауа ластануына қарсы митинг өтті. Митинг қаңтар қырғыны құрбандарын еске алып, үнсіздік жариялаудан басталды. Митингіге жиналғандар Ресейдің Украинаға соғыс ашуын айыптап, украиндықтарға қолдау білдірді. Жиынға 300-дей адам қатысты. Митинг біткесін қатысушылардың бір бөлігі Тарас Шевченко ескерткіші маңында жиналып, Украинаны қолдады. Украина туралы соңғы кезде фейк ақпарат көбейді. Оны әсіресе Ресейдің пропагандасы таратып жүр. Ақпаратты мұқият тексеруге шақырамыз. Бізде бүгінге осы. Шығарылмаса міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.